Бәріне сәлем, сіздермен Анель. Сіздерді өзімнің каналымда көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Мен қазір Стамбулдамын және де бүгін бірінші рет осындай форматта видео түсіргелі жатырмын. Бүгінгі тақырып не туралы? Бүгінгі тақырып ең қатты ауқымды қозғалатын, ең көп келетін сұрақ ол дропшиппинг тақырыбы бойынша. Яғни мен білесіздер, онлайн кәсіппен айналысамын, ешқандай точкам жоқ, магазинім жоқ, товардың барлығын блог арқылы, яғни Instagram, TikTok арқылы сатылым жасаймын. Яғни осы бойынша айтқым келеді. Бұл онлайн бизнестің де негізінде салалары көп. Соның ішінде ең оңайы нөлден бастайтын адамдарға тиімдісі ол дропшиппинг әдісі. Яғни дропшиппинг әдісіне бүгін тоқталатын боламыз. Ал енді кеттік, дропшиппинг дегеніміз не? Дропшиппинг деп отырғанымыз, сіз өзіңіздің магазиніңізге, яғни Instagram каналыңызға белгілі бір товарды рекламировать етесіз. Ол товар шетелде болуы маңызды. Шетелде болады ол товарды сіз реклама жасайсыз дайын видеолар арқылы. Осын клиенттер, яғни Instagramдағы подписчиктеріңіз сізден сұрайды, бұл товарды қайдан алуға болады. Яғни сіз айтасыз, мен арқылы ала аласың, сіз оған алып бересіз. Алған кезде ол кісі сізге полный сумма ақшасын төлейді, ал сіз сол ақшаға товарды сайттан заказ беріп, оны клиентке әкелесіз. Яғни сіз товар мен клиенттің ортасындағы делдалсыз. Бір сөзбен айтқанда, сіз мына товар болса, мына клиент, сіз екеуісінің ортасын байланыстырып тұратын адамсыз. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі таңда бұны байер десек те болады. Мысалға Түркияға барып, Қытайға барып, қыздар байер болады. Байер болған кезде олар көбінесе товарды өздері қолына ұстап көрсетеді. Бұл товар Қытайда деп айтады, и заказ бересіздер, біз салып жібереміз деп айтады. Ал сіздердің жағдайларыңызда сіз Қазақстанда отырып жасайтын онлайн байер боласыз. Бұл деп отырғанымыз, сіздің қолыңызда товардың видеолары дайын болу керек, товарды заказ беретін жерді, поставщикті білулеріңіз керек, және де клиентский база табуларыңыз қажет. Ал енді дальше кеттік. Дропшиппингқа қандай товарлар сәйкес келеді, қандай товарлар сатылымға шығара аламыз? Дропшиппингқа бүкіл әлемнің товарлары сәйкес келмейді. Не үшін? Себебі барлық товардың арнайы дайын качественный видеолары жоқ. Білеміз, мысалы сіз Түркиядан техника сатқыңыз келсе, техникалардың дайын видеосы болмауы мүмкін. Бірақ Түркияда не бар? Түркияда киімдердің, аяқ киімдердің және де текстильдердің магазиндері арнайы Инстаграмға видеолар түсіреді дайындап. Сонда сізде дайын видео бар. Сізде уже олардың Инстаграм каналы бар, сіз олардан заказ беруді білесіз Түркиядан, и уже сіз оны рекламировать ете аласыз. Мысалға, Мадам Коко деген Түркияда магазин бар дерге, ол магазиннің қарап отырсаңыздар, міне өздерінің видеолары бар. Осы видеоларды сіздер аласыздар, өздеріңіздің Инстаграм каналдарыңызға саласыздар, үстіне ақша қосып, осы товарға мен арқылы заказ берсеңіздер, там осындай теңге деген сияқты реклама жасайсыздар. И сізге клиент заказ береді, заказ бергеннен кейін сіз сайттан жаңағы товарды Түркиядан заказ беріп, карго арқылы алдыртып, клиентке әкеп бересіз. Сол әкеп бергеніңіз үшін өзіңіздің услугаңызды көресіз. Міндетті түрде Түркиямен айналысатын болсаңыздар, ең жақсы келетін нәрселер ол киімдер. Себебі Түркияда оптовиктерден көп магазиндер киімді толтырып алады да, оны розницаға сатады. Розницаға сатқан кезде олар арнайлап оның видеоларын дайындайды. Жаңағыдай күшті видеолар, сөйлемейді да, бір сөзбен айтқанда. Сол видеоларды сіз продажаға шығарып, яғни сол арқылы заказ жинасаңыз болады. Киімдер, одан кейін аяқ киімдер өте жақсы кететін, одан кейін текстильдер. Осы үш сфераны пайдалансаңыздар болады. Сонымен қатар дропшиппингта тағы білу керек мәселе ол карго компаниялар. Сізге міндетті түрде дұрыс карго компания керек. Сіз енді товарларды, сайттардың бәрін білесіз, заказ беруді білесіз. Енді бізге жеткізетін адам керек қой. Яғни ол бізге жеткізетін адам карго компания, сізде сенімді карго компания болу керек. Сонда сіздің міндетіңіз сайттарды, турецкий сайттарды толық меңгеру, карго компаниямен байланыс орнату және де рилсқа сол видеоларды қазақшалап салып отыру. Сол кезде заказ арқылы өзіңіздің услугаңызды көресіз. Бір сөзбен айтқанда, дропшиппинг әдісінің схемасы осындай түрде жүзеге асады. Бұйырса, дропшиппинг мини сабағы менде басталады. Бұл сабақ бізде шамамен бір аптаның көлеміне созылады. Бір аптаның ішінде осы Түркиямен дропшиппинг жасауды, киімдерге байланысты 50 поставщик, яғни 50 поставщиктің әрқайсының өзінің видеолары дайын тұрады. Аяқ киімге байланысты 50 поставщик, текстильге байланысты 10 поставщик беріледі, және де карго компанияларды беріп, дайын видеоларын да беретін боламыз. Қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. И плюс осы жолы дропшиппинг сабағын алған жандарға рилс арқылы сатылым сабақтары да беріледі. Яғни ол видеоларды, дайын видеоларды қалай адаптация жасап қазақтарға ұсынамыз, Инстаграм парақшаны қалай адаптация жасаймыз деген сияқты да бөлек сабақтар болады. Егер де сіздер де онлайн бизнеспен айналысамын, бастап көргім келеді, шамалы
қадамдарын жасағым керек дейтін болсаңыздар, дәл осы сабақ сіздерге арналған. Себебі бағасы да өте минималды суммада. Бұйырса уже бір аптадан кейін бастаймыз. Толық ақпарат алу үшін WhatsApp-тағы сілтемеге өтсеңіздер болады, сіздерге толық ақпарат берілетін болады. Барлықтарына сәттілік. Осындай форматта блог ұнаса жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта да қызықты тақырыптарды талқылайтын боламыз. Пока-пока.